Достар, егер сіздер көркемдеп жазылған Құран аяттарын жақындарыңызға діни сыйлық ретінде беруді қаласаңыз, немесе үйдің төрінде Аллах тағаланың сөзін ілгіңіз келсе, бізге тапсырыс беріңіздер. Біздегі барлық дүниелер 100% қолдан жазылады, әрі бағасы да қолжетімді. Біз сіздер үшін Қазақстанның барлық жеріне тегін жеткіземіз. Ендеше достар, төменде көрсетілген байланыс бойынша бізбен хабарласыңыздар. Бұл әңгіме тікелей саған байланысты. Егер сенбесең, соңына дейін тыңда. Күндердің күнінде бір ауылдың қарапайым тұрғыны балық аулаумен айналысады. Ол күнде отбасын асырау үшін теңіздің жағасына шығып балық аулайды. Бір күні ауға түскен балығын үйге әкеліп әйеліне береді. Балықты тазалап жатқан әйелі оның ішінен жылтыраған маржан тасты тауып алады. Әйел дереу күйеуін шақырып: "Отағасы, мынаны қарашы, маржан тас тауып алдым" деп айғайлай бастайды. Екеуі өз көздеріне сенбей қатты қуанады. Ертесіне отағасы әлгі маржан тасты алып сату үшін ауылдың дәулетті тұратын бай адамына барады. Маржанды көрген бай кісі: "Мен бұл маржанды сатып ала алмаймын. Оның ақысына берер менің дәулетім жетпейді. Ол сондай қымбат тұратын дүние екен. Сен одан да көрші қалада орналасқан базардың ішінде құнды тастар сатумен айналысатын кісіге бар. Мүмкін сол сенен сатып алар" дейді. Көп ұзамай балықшы базарға барып әлгі кісіні тауып алады. Жалтыраған маржанды көрген бойда ол: "Сенің мына маржаныңа ешқандай ақы бере алмаймын. Ол өте бағалы әрі құнсыз. Ендеше сен елдің ханзадасына бар. Ол осындай құнды тастарды жинағанды жақсы көреді. Есесіне оның саған берер ақшасы да жетеді" дейді. Балықшы дереу ханзаданың сарайына барып, оның алдына кіреді де қолындағы маржанды көрсетеді. Сонда ханзада: "Бұл дәл мен іздеп жүрген маржан тас қой. Мен саған оның ақысына не берерімді білмеймін. Бірақ бұның бір шешімі бар. Мен саған менің жеке қазынам сақталған қоймаға кіруге рұқсат беремін. Онда тура 6 сағат боласың. Қалаған дүниеңді аласың. Бірақ 6 сағат өткеннен кейін ештеңе алуға рұқсат жоқ. Егер келіссең, қолындағы маржан тасқа берер ақым осы" дейді. Әбден кедейліктің таршылығын көрген балықшы қазыналы қойманы естігенде есі кетіп, ханзаданың ұсынысына қуана келіседі. Қоймаға кірген бойда балықшы алдындағы қазынаға көзі тоймай, әрқайсысын бір ұстап қомағайлана бастайды. Қоймада алтын қазынадан бөлек жататын жайлы төсек және әртүрлі тамаққа толы дастархан болды. Мұны көрген балықшы іштей: "Мен 6 сағат бойы мұнда не істеймін? Алдымен мына дастарханнан ауыз тиіп, қарнымды тойдырып алайын" деп 2 сағат бойы асықпай тойғанша тамақтанып алады. Сосын ол жайлы төсекті көріп, тағы 1 сағат байлықтың арасында ұйықтап алайын, мұндай мүмкіндік туа бермес деп жатып терең ұйқыға кетеді. Біраз уақыттан кейін кенет қойманың есігі ашылып, 2 күзетші әлгі балықшыны көтеріп алып есікке қарай беттейді. Терең ұйқысын әрең ашқан балықшы: "Не болып жатыр мұнда?" деп байбалам салады. Сонда күзетшілер: "Саған берілген 6 сағат уақыт өтті. Енді бұл жерден ештеңе алуға рұқсат жоқ. Дереу шығарамыз" дейді. Балықшы естігеніне сенбей: "Не дейсің? Мен әлі ештеңе алып үлгермедім ғой. Мен ұйықтап қалыппын. Маған тағы шамалы уақыт беріңдерші" деп өтінеді. "Сенде 6 сағат жетерлік уақыт болды. Алайда сен қарныңды тойдырғаннан басқа ештеңе алмадың. Уақытыңды тиімді пайдаланып, керек дүниеңді жинап алғанда, сыртқа шыққанда барлық керек тамағыңды алып, қажеттілігіңді орындайтын едің. Енді саған ешқандай мүмкіндік берілмейді" деп күзетшілер оны сарайдың сыртына алып шығарып тастайды. Иә, бұл әңгімедегі маржан тас ол сенің кеудендегі жаның. Оны ешқандай бағаға сата да сатып та ала алмайсың. Ал әлгі қазынаға толы қойма, ол мына жалған дүние. Оның ішіндегі көз тоймас жылтыраған байлыққа қара. Ол біздің бұл өмірде жасауымыз керек болған игі жақсы амалдар. Жататын жайлы төсекке қара. Ол біздің ғапыда бос өткізетін уақытымыз. Ал жайылған дастарханға қара. Ол өмірдегі нәпсі мен құмарлық. Ендеше бұл әңгімені тыңдаушы ей балықшыға ұқсаған пенде, саған берілген 6 сағат ол сенің ғұмырың. Ендеше сол ғұмырыңды ғапыда өткізбей, ұйқыңнан оян да
Айналаңдағы жылтыраған қайырлы әрі игі амалдар істеуге әрекет жаса. Себебі қасиетті Құран кәрімде, егер қайсы біріңе өлім сәті келгенде, Раббым, мені дүниеге қайтаршы, мен сол артымнан қалған өмірде жақсы амал жасармын деп, адамдардың өкінетіндігі баяндалған. Сондықтан сұм-ажал алқымыңнан алмай тұрып, ертерек қамдан да уақытыңды босқа өткізбе, бауырым. Жақсылық жасасаң, ақысын сұрама. Күндердің күнінде Ләйла деген қыз болыпты. Ол мектепте сабақ оқиды. Ата-анасынан жақсы тәрбие көрген өте тақуа жан еді. Оның әкесі де өзгеге әрдайым жақсылық жасаумен танылған кісі болатын. Әйелі ерте дүние салғаннан кейін ол қайтадан үйленбестен қызына барынша жақсы қарап, жағдайын жасау үшін қоғамдық көлік жүргізушісі болып жұмыс істейді. Алайда олардың жағдайы мәз емес еді. Сол үшін күнделікті нәпақа табу мақсатында әкесі көше кезіп, тіршіліктің қамын жасауды жалғастыра береді. Бір күні Ләйла мектепке барып, әдебиет сабағына қатысады. Бірақ аталмыш пән бойынша оның оқитын кітабы жоқ болатын. Ұстазы қанша сатып алуды талап еткенімен, Ләйланың оны алуға қаражаты болмайды. Содан бір күні ұстаз дәріске кіріп, Ләйлаге кітабы жоқ болғандықтан оған қатты жегіп сөйлейді. Ләйла болса көңілі босап, өзге оқушылардан намыстанып, сыныптан шығып үйіне кетіп қалады. Көшеде қатты жауын жауып тұрғанына қарамастан, үйіне келіп әкесіне мән-жайды айтып береді. Әкесі дереу ақша табу мақсатында ауа райының бұзылғанына қарамастан, адамдарды тасу үшін көшеге шығады. Ол қалайда ақша тауып қызына тиісті кітаптарды сатып алып беруді көздейді. Алайда нөсерлеп жауған жаңбырдың салдарынан көшеде ешкімді кезіктірмейді. Кенет жолдың бойында үсті басы суға малынған бір кісі тоқтатады. Ол Ләйланың әкесіне, маған бір бұзақы адамдар қоқан-лоққы көрсетіп, көлігімді алып, осында тастап кетті. Мені үйге жеткізіп тастаңызшы дейді. Бұл Ләйланың мектептегі ұстазы еді, бірақ олар бір-бірін танымайды. Содан Ләйланың әкесі келісіп, ұстазды үйіне жеткізіп, ол ақшасын шығара бере бастағанда Ләйланың әкесі, мен сізді көмек ретінде үйге жеткізіп салдым. Жасаған жақсылығымның есесіне ақы сұрамаймын. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім бір бауырының қажеттілігін орындап, оған жақсылық жасаса, Аллах тағала оның қажетін орындайды деген. Оның мұндай көңіліне таң қалған ұстаз, сіз адамдардың ақы алу үшін қоғамдық көлік жүргізіп жүрген адамсыз. Ендеше менен неге ақы алмайсыз дейді. Сонда ол, мен бүгін жаңбырлы күн болғандықтан жұмысқа шықпай үйде болуды қалап едім. Алайда бүгін қызымның мектептегі әдебиет пәнінің ұстазы кітабы жоқ болғандықтан оған қатты сөздер айтыпты. Сол кітапты сатып алып беру үшін ақша табайын деп көшеге шығып едім. Сізді кезіктірдім. Ендеше сіз мен үшін тек дұға етсеңіз жеткілікті дейді. Мұны естіген ұстаз оны Ләйланың әкесі екенін біліп қояды. Содан ертесіне ұстаз қажетті барлық кітаптарды өз қаражатына сатып алып Ләйлаге табыстайды да, мен кеше саған қатты сөйлегенім үшін кешірім сұраймын. Сенің әкең өте жақсы кісі екен. Кеше маған адамдарға қалай қарым-қатынас жасап, оларға қол ұшын берудің маңыздылығын ісімен көрсетті. Бұдан былай мен де адамдардың көңіліне қарап, әрдайым оларға көмек қолын созуға әрекет жасаймын. Осындай тақуа әкең болғанына сен қандай бақытты жансың деген екен. Күндердің күні Жүсіп есімді жігіт болыпты. Ол кештетіп намаз уақыты аяқталғаннан кейін жергілікті мешітке бас сұғады. Оның түрі алаңдаулы еді. Мұны байқаған мешіттің имамы оны жанына шақырып былай дейді: жігітім, намаз уақыты аяқталып барлығы тарағаннан кейін мұнда не істеп жүрсің? Өзің бірдеңеге алаңдап тұрған секілдісің, барлығы дұрыс па? Жүсіп болса өзін тыңдайтын адамды тапқандай ішкі сырын имамға жайып салады. Дұрыс байқапсыз, имам мырза, менің алаңдауға себебім бар. Отбасын құрғалы бірнеше жыл өтті, алайда осы уақытқа дейін әйелім екеуміз балалы бола алмай келеміз. Баспаған жеріміз, аспаған тауымыз жоқ. Дәрігерлердің барлығы қауқарсыз болып шықты.
Балалы үй базар демекші, үйде бүлдіршіндер шулап жатса деген арманымыз бар. Соған қол жеткізе алмай келеміз. Әйтсе де үмітіміз үзілмеді. Мүмкін сіз бізге мұның жолын тауып берерсіз. Бір шама ойланған имам сөз алып: мен перзентті болудың бір жолын білемін, алайда оны орындау оңай емес. Алдымен іштегі нәпсіні жеңу керек. Ендеше тыңда. Күнде таңертең намазға тура 1 сағат уақыт қалғанда ұйқыңнан тұрып, жарты сағат тағажуд намазын оқып, құлшылық етесің. Ал қалған жарты сағатында жаратқан Жаббардан отырып кешірім сұрайсың. Егер осылай жасайтын болсаң, деген мақсатыңа жетесің дейді. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Жүсіп мұны тыңдап имамға алғысын айтып үйіне бет алады. Қараңғы түсіп, Жүсіп таңертең құлшылыққа тұру үшін ұйықтауға жатады. Расымен таң атып ол намаз оқуға тұрады. Алайда ол бұл уақытта намаз оқып үйренбегендіктен құлшылыққа деген құлшынысы болмай, ұйқысы шала жосар әйтеуір 1 сағатты өткізеді. Осылайша 2 ай өтіп, ешқандай нәтиже болмағасын Жүсіп имамға қайта барады. Уа құрметті имам, мен сіз айтқандай таңертең 2 ай бойы үзбей құлшылық жасадым, алайда ешқандай өзгеріс байқалмады. Мұны естіген имам болса таң қалып, оның құлшылықты қалай жасағанын сұрап, мән-жайды анықтайды. Сонда имам: жігітім, дінімізде әрбір істі шынайы ықыласпен, жүрекпен орындау құптарлық іс болады. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өз хадисінде айтқандай: жаратқаннан бірдеңе сұрасаңдар, оның қабыл болатындай етіп ықыласпен сұраңдар деген бар емес пе? Сондықтан әрбір дұға тілдің ұшынан шықпас бұрын алдымен жүректің түбінен шығу керек. Ендеше үйге бар да әйелің екеуің бірдей құлшылық жасап, барынша ықылас танытыңдар. Сонда ғана дұға қабыл болады дейді. Жүсіп болса өзінің қателігін түсініп, үйіне барып әйеліне былай дейді: мен екеуміздің арманымыз орындалатын жолды таптым. Бірақ бұл оңай емес. Алдымен іштегі нәпсіні сындыру керек болады деп, екеулеп құлшылық ету жолдарын түсіндіреді. Әйелі болса қуана келіседі. Сосын екеуі шынайы ықыласпен күнде таңертең тахажжуд намазына тұрып, жаратқаннан кешірім сұрауды үздіксіз жалғастырады. Арада бірнеше ай өтіп, әйелі денсаулығында бір өзгеріс болғанын сезеді. Дәрігерге барса, оның жүкті екені белгілі болады. Арада 9 ай өтіп, Құдайдың қалауымен олардың шаңырағына перзент келеді. Осылайша Жүсіп пен әйелі сабырлық және шынайы ықыласпен құлшылық жасауының арқасында деген армандарына қол жеткізіп, ендігі жерде екеуі 5 уақыт намазға жығылып, жаратқанның жолынан таймай, татулықта ғұмыр кешкен екен. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Шын мәнінде Құранда адамның дұрыс өмір сүру үшін бағыт-бағдарлар көрсетілген. Расымен де ол дегеніне жетеді. Халық оның көріпкел екеніне сене бастайды. Барлығы бірдей сәжде етеді, алайда олардың арасында ібліс бар еді. Әрі шариғат үкімі бойынша сәулетшіге жасаған зұлымдықтың есесін алу үшін Сұлтан Мұхаммед Фатихтың қолы кесілсін. Абу Бакр жуынатын бөлмеге барғанша дұға етіп, ақырында бойынан шыққан нәжісті бет-аузына үстіне жағып әйелдің алдына келеді. Осылайша жаратқан Жаббар Мұса алейхиссалам пайғамбардың халқына мәйіттің қайта тірілетін мұжизасын көрсетіп, қылмыстың бетін ашып берген екен. Қазынаға бара жатқан жолда Жәбир патшаның әйелі бөтен еркекпен көңіл қосып тұрғанын көріп қалады. Егер мен өлсем, денемді ал да керуендер жүретін жолға қоя сал. Қарада тұр, менің жаназамды ең беделді сахабалар мен мыңдаған адамдар оқиды дейді. Мұсылмандардың әміршісі Харуннан византиялық күшік Никифорға хат: сенің хатың маған жетті, оның жауабын мен саған жазып емес, барып көрсетемін.
Бұдан бөлек жындар мұхиттың түбіне сүңгіп, пайғамбарға ең көркем деген маржан тастарды алып жинап беретін. Мұны сезген Хаула жалғыз үмітін жаратқаннан іздеп, дереу қолын көтеріп, көңілі босаған үйде Аллах тағалаға жалбарынумен болады. Осман ибн Аффан көзі тірісінде адам мен Аллахтың арасында нендей керемет сауда келісімін жасап кеткен десеңші. Көп замай сол сәтте Әбу Махзура пайғамбардың көркем мінезін көріп, жүрегі елжіреп кәлима айтып, мұсылмандықты қабылдайды. Дегенмен Салах ад-Дин азат еткен Құдыста жаңа заңдылық орнап, мұсылмандар мен өзге дін өкілдері қатары өмір сүріп, барлығына бірдей жағдай толықтай жасалады. Сондықтан Құранды көп оқуға емес, оқығанды түсінуге тырысу керек деген екен.